Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз дүниетану сабағынан «Менің отбасым» атты тақырыпта сабақ өтетін боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта отбасы қандай болатынын, отбасының қалай өмір сүретінін білесің, отбасының құндылығы туралы айтуды үйренесің. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы. Қарамен жазылған сөз қандай мағына береді? Кез келген адамның өз отбасы бар. Отбасы қоғамның бір бөлшегі. Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдар кіретінін сен бірінші сыныпта білген болатынсың. Отбасы мүшелерін ата. Екінші тапсырма: мақалды оқып, мазмұнын түсіндір. Отан отбасынан басталады. Үшінші тапсырма: суреттегі отбасы мүшелері туралы айтып бер. Төртінші тапсырма: суретке қарап сұрақтарға жауап бер. Қамқорлық көрсету, көмектесу деген сөздерді қалай түсінесің? Суреттен қамқорлық көрсету әрекетін байқадың ба? Әңгімелеп айт. Өз отбасыңда қандай қамқорлық көрсететіні туралы айтып бер. Бесінші тапсырма: сөйлемді толықтыр. Менің отбасымда неше адам бар? Менің әкемнің аты, менің анамның аты кім? Менің отбасым туралы қысқаша айт. Үйге тапсырма: өз отбасың туралы шағын эссе жаз және отбасыңмен бірге қалай уақыт өткізгеніңді жаз.